Әлеуметтік жобалардың арқасында ауылдық жерлерде спорт кешендері мен балаларды оңалту орталықтары ашылды. Бүгін Астанада Самұрық Қазына қоры соңғы 9 жылда атқарылған жұмыстың қорытындысын жариялады. Ел игілігі үшін алда қандай бастамалар жоспарланып отыр? Сюжет көрейік. Самұрық Қазына қоры қоғамдық кеңесінің отырысында білім беру, денсаулық сақтау, инклюзия және осал топтарды қолдауға бағытталған жобалардың нәтижелері таныстырылды. Атап айтсақ, 2016-2025 жылдар аралығында 124 миллиард теңгеден астам қаржыға 434 бастама жүзеге асырылып, 17 өңір мен 3 ірі қалада 274 нысан ашылған. Сондай-ақ аймақтарда оңалту орталықтары, инклюзияны қолдау кабинеттері, спорт кешендері бой көтеріпті. Адаптивті спорт бұл ерекше балаларға арналған. Біздер 2019 жылы соның 12 бағыты бойынша 78 секцияны ашқан болатымыз 21 елді мекенде. Яғни бұлар тегін ата-ананың ешқандай қаражатсыз балалар бұл жерге келіп анаға адаптивті спортпен жұмыс жасайды. Әлфия Әдиеваның айтуынша қор өткен жылы 13,2 миллиард теңгеге 39 жобаны іске асырып, шамамен 1 миллион адамға көмек көрсеткен. Бұдан бөлек 600 азаматты жұмысқа орналастырыпты. Аймақтарда спорт кешендері, музейлер мен белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарының ашылуына мұрындық болған. Өңірлерде де жұмыстар жүйелі түрде жүргізілуде. Қордың қолдауымен 19 спорт кешені, 3 креативті хаб, 3 музей мен кітапхана ашылып, ауыл мен қала арасындағы рухани көпір нығая түсті. Қордың қолдауымен қажеттіліктері бар балаларға арналған шексіз мүмкіндіктер жазғы лагері өз жұмысын жалғастыруда. Өткен жылы лагерге 7 мен 17 жас аралығындағы 250 бала мен олардың ата-аналары қатысты. Біздер инклюзивті білім жағында қамтып жатырмыз. Банаға жаңа форматтағы инклюзивті кабинеттерді аша бастадық. Бұл мектептердің ішінде бұл кабинеттер тек қана білім беруді емес, қоса банаға әлеуметтендіруді және оңалту шараларда жүзеге асырылатын болады. Биыл қордың құрылғанына 10 жыл толады. Қор өкілдерінің сөзінше, алдағы жылы еліміздің өңірлерінде инклюзивті спорт орталықтары, музей, кітапхана кешендері, жаңа спорт нысандары пайдалануға беріліп, әлеуметтік жобалар жалғасын табады. Рамазан Палмағанбет, Алмас Әкімбек, Еуразия бірінші арнасы.